2025 жылдың алғашқы 5 айында Төле би ауданында тындырымды тірліктермен ілгері істер жүзеге асты. Ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік саласында қарқын байқалып, жаңа жобаларға жол ашылды. Бұл туралы Төле би ауданының әкімі Ерғали Әлімқұлов баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Толығырақ брифингке қатысқан әріптесім баяндап береді. Биыл аудан бойынша 400 гектарға жуық жерге егіс егілді. Ауыл шаруашылығына заманауи технологиялар енгізіліп, өнім көлемі артты. Кәсіпкерлік саласында да серпін бар. Жаңадан бірнеше өндірістік нысан ашылып, тұрғындарға тұрақты жұмыс берілді. Бұл өзгерістер өңірдің экономикалық әлеуетін айқындай түсті. Жан басына шаққандағы ішкі өнім көлемі 435 мың теңгеге жетіп, өсім 30,6% құрап отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 1,1 миллиард теңгеге жетті. 2025 жылдың 5 айында тиісті капиталға 13,1 миллиард теңге инвестиция тартылып, 2024 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда нақты көлем индексі 28,1%-ға немесе 4,5 миллиард теңгеге өсіп отыр. Осы бағытта Кегок акционерлік қоғамының Төле би ауданында 18 миллиард теңгеге электр желілерін нығайту жұмыстарын бастағанын атап өткен жөн. Инфрақұрылымдық жобалар қарқын алып, жолдар жөнделіп, көшелер жарықтандырылды, ауыз су және кәріз жүйелері жаңартылып, тұрғындардың өмір сүру сапасы жақсарды. Әлеуметтік нысандарда назардан тыс қалмады. Жаңа мектептер салынып, емдеу мекемелері қайта жаңғыртылуда. Ауыл мен қала келбеті күн санап көркейіп келеді. Жалпы Төле би ауданында жер саласында жүйелі түрде қордаланған проблемалар бар. Көптеген жер иеленушілер жерді нысаналы мақсатында пайдаланбай, және де жерді басқа мақсатқа пайдаланып жатқан фактілер бойынша қазір тиісті жүйелі шаралар облыстық әкімдікпен бірге жүріп жатыр. Әкімнің айтуынша, халықпен байланыс күшейіп, кері байланыс жүйесі жолға қойылған. Әрбір ауылдағы мәселе назарда, әрбір ұсыныс ескерусіз қалмайды. Басты мақсат тұрғындардың әл-ауқатын арттырып, тұрақты даму үрдісін сақтау. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі әрі кезең-кезеңмен жалғасады. Бексұлтан Мыңжасар, Әбубәкір Анарбайұлы, 77 News.